Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз Хазіреті Иса пайғамбар жайлы айтамыз. Хазіреті Мәриям өз ортасында тәрбиелі және арлы әйел ретінде танылған жан болатын. Хазіреті Исаның анасы Мәриям еді, ал Мәриямның әкесінің аты Имран болатын. Құрандағы Әли Имран сүресінде айтылған Имран сол кісінің есімі. Ол өз заманында ел ішінің беделді имамы еді. Осы Имран дүниеден озғанда қаршадай Мәриям қызға Хазіреті Зәкәрия қамқорлық етіп ұстаз болды. Өйткені ол Мәриямның әкесінің қарындасын алған еді. Сол себепті Мәриямға жезе болып келетін. Анасы Хазіреті Мәриямға жүкті болған кезден-ақ оны Алланың жолына арнап мінәжатханаға атаған болады. Сол кездің текті отбасыларының бірі болып саналатын. Имран атты отбасының қызы еді. Жәбірейіл періште Аллахтың әмірімен адам кейпіне еніп Хазіреті Мәриямға келеді. Танымайтын адамды көрген Хазіреті Мәриям одан Аллахтан қорқуын және өзіне жамандық жасамауын өтінеді. Жәбірейіл періште болса оған: "Мен Аллахтың елшісімін, саған әдейі ұл сыйлау үшін жібердім" деп сүйінші хабар жеткізеді. "Мен әлі тұрмысқа шыққан жоқпын, жезөкше әйел емеспін, менің балам қалай болады" дейді Мәриям. Жәбірейіл болса Хазіреті Мәриямға: "Бұл бүкіл әлемнің жаратушысы үшін түк те қиын емес, керісінше ол үшін жеп-жеңіл. Алла тағала сенің ұлың Исаны адамдарды жақсылықпен сүйіншілеу үшін жаратты. Оның барлық нәрсеге күші жетеді" дейді. Күн артынан күн, ай артынан ай жылжып өтіп жатты. Хазіреті Мәриям босанатын уақыты келген кезде адамдардан алыс жерде бір құрма ағашының астында ұлы Исаны дүниеге әкеледі. Хазіреті Мәриям босанған соң сәбиін құшақтап үйіне келеді. Адамдар Хазіреті Мәриямның тұрмысқа шықпай балалы болғанына таң қалысып, оған жезөкше әйелдерге қарағандай күдікпен қарайды. Адамдар оған: "Ей Мәриям, сен өте әдепсіз, жаман іс жасадың" дейді. Сол кезде Мәриям: "Мен ұялатын жаман нәрсе жасаған жоқпын. Құшағымдағы сәби Иса Аллахтың бір мұғжизасы. Маған сенбесеңдер баланың өзінен сұраңдар" дейді. Олардың сұрақтарына құшағындағы сәби баланың жауап беретінін меңзеп, балаға ишарат етті. Бірін-бірі ентелеп, Мәриямды қаумалап тұрған халық: "Әй, мына қыз не деп тұр өзі? Есінен ауып қалған ба? О заманда бұл заман құндақтағы жаңа туған сәбидің сөйлегенін кім естіген? Бұл қыз жамандық істегенмен қоймай, бізді мазақ еткісі келіп тұр ма?" деп даурыға бастады. "Ал қане, Мәриям, айта қойшы, бұл сәбимен қалай сөйлесеміз" дейді оған қарап. Бірақ дәл сол сәтте шынымен бір мұғжиза болып, Иса пайғамбар сөйлей бастайды. "Рас, мен Алла тағаланың құлымын. Маған кітап беріп пайғамбар етті. Сондай-ақ қайда болсам да құтты етті де тіршілігім бойынша намазды, зекетті орындауға бұйырды. Мені шешеме мейірімді етіп, бір зореке және қиқар қылмадым. Маған туылған күнімде және өлер шағымда және тірілетін күнімде де амандық болады" дейді. Сәби Иса "Мен Алланың құлымын" деп бастайды. Бұл сөз Яһудия мен христиандықтарға берілген жауап. Өйткені кейін христиандар оны Тәңір деп танып кетті. Һәм анасының мейірімді және оған құрмет етемін деуі арқылы оның бейкүнәлығын және орнының қашанда биік екендігін білдірді. Хазіреті Мәриям Құдыста көп тұрмады. Өйткені бұл баланың әкесі Зәкәрия деп жала жауып, оны шейіт еткен болатын. Осыдан кейін олар Хазіреті Мәриямға да жамандық жасауға жоспар құрып жүрген еді. Ол Алланың әмірімен баласын алып жоғары аймаққа кетті. Ол жердің шөбі шүйгін, жемісі мол, суы кәусар, ауасы ғажап еді. Кейбір деректерде оның Мысырға кеткенін айтады. Бұл жерде 12 жыл тұрған соң Құдысқа оралып, Насра ауылына орналасты. Хазіреті Иса 30-ға келгенге дейін осы жерде тұрды. 30-ға толғанда оған пайғамбарлық міндеті жүктеліп, Исраил ұрпағына жіберілді. Ол алғашқы кезде өзінің пайғамбар ретінде жіберілгенін және Раббысынан бір хикметпен келгенін, сол себепте Алладан қорқып, өзіне бағыну қажеттілігін алға тартып, халқын дінге шақырды. Алла тағала елшісіне көптеген мұғжизалар берді. Негізгі оның өмірге келуі де, көкке көтерілуі де мұғжиза еді. Оның мұғжизаларын жалпы 3-ке бөліп қарауға болады. Балшықтан құс жасап, оны үрлеп, сосын оған Алланың рұқсатымен жан беретін. Хазіреті Иса заманында медицина өте қатты дамыған еді. Иса пайғамбар сол дамыған медицинаның шамасы келмейтін науқастарға шипа дарытты. Әсіресе зағип жандардың көзін емдеп, шырадай жандырды. Алапестерді емдеп жазатын. Бұдан басқа жүздеген адам келіп, сол арқылы хақтан шипа табатын. Осының ең жоғарғы түрі өлген адамды қайта тірілту еді. Адамдарға ғайыптан хабар беретін. Ол адамдардың ішкен жегендерін және жинаған нәрселері туралы көзбен көріп тұрғандай айтатын.
Хазіреті Иса израильдықтарды өзіне бағынуға шақырып, өзінің Тәуратты да растайтынын, бірақ елші Расул болып жаңа шариғатпен келгендіктен Тәураттың кейбір заңдарын өзгертетінін халыққа жеткізді. Сондай-ақ ол Израиль халқына: «Уа, Израиль халқы, мені де, сендерді де жаратқан Раббымыз Алла тағалаға құлшылық қылыңдар» деп халқын хақ дінге шақырады. Алла тағала Израиль халқының арасына жіберілген соңғы елші Исаға Інжілді түсірді. Құран осы Інжілдің 5 түрлі ерекшелігін айтады. Хидаят, тура жол болуы. Сол заманда Израиль ұрпағы арасында ақида сенімі бұзылғандар көп болатын. Міне, Інжіл кітабы осы сенімнің негізгі тіректерін баяндайды. Інжілдің нұр болуы адамдарды бақытқа жеткізуге арқау болғандықтан, ол кітап тұтастай нұр болатын. Інжілдің Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам келетіні туралы сүйінші хабар беруі, Інжілдің тақуаларға насихатшы болуы. Інжілде көптеген насихаттар мен өнегелер бар. Сөйтсе де Інжілді адамдар өз қалауына қарай өзгертіп, бұрмалаушылықтарға жол берген. Бір деректерде Хазіреті Исаға бар жоғы 12 адам ғана ергені айтылады. Құран осы кісілерді хауари деп атайды. Хауари сөзі ақ, ізгі және дос деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Зүбәйір ибн Әуәм туралы: «Әр пайғамбардың хауариі болады, менің хауарим Зүбәйір» дейді. Иса пайғамбардың хауарилары өзіне аса сенімді һәм берік жандар еді. Хақ пайғамбар оларды жан-жаққа жіберу арқылы халықты дінге шақырып отырған. Бірде хауарилар Хазіреті Исадан: «Уә Мәриям ұлы Иса, Раббың бізге көктен бір дастархан түстіре ала ма?» деп сұрайды. Бұл әлбетте хауарилардың жаңадан иман келтірген кездері болатын. Әр мұғжиза олар үшін өте қызық еді. Хақ пайғамбар оларға: «Егер шынайы мұсылман болсаңдар, Алладан қорқыңдар, мұндай нәрсені әсте талап етуші болмаңдар. Өйткені мұндай талаптар Хақ тағаланың құдіретіне және менің пайғамбарлығыма күмән келтіруі болып есептеледі» дейді. Сонда хауарилар: «Жоқ, бізде әсте ондай ниетте жоқ, ойда жоқ. Біз бар болған сол дастарханнан дәм татқымыз келді. Сонда жүрегіміздегі иман берік болып, сенің айтқандарыңа терең сенеміз» деп жауап береді. Хақ пайғамбар олардың шынайы ниеттерін аңғарып, қатты қуанып, Хақ тағаладан осыны тілеуге шешім қабылдады. Ол қолын жайып: «Я Раббымыз, бізге аспаннан дастархан түсір, бұрынғы соңғымызға мереке әрі сенен бір белгі болсын. Бізді ризықтандыр, сен ризықтандырушылардың ең жақсысың» деп дұға етеді. Хақ тағала күдіксіз: «Мен сол дастарханды әлбетте түсіремін. Егер осыдан кейін сендерден кім қарсы келсе, шынайы түрде мен оған дүниеде ешкім азаптамаған азаппен азаптаймын» дейді. Бір деректе дастарханның түскен күні жексенбі күні еді дейді. Дастархан түрлі нығметтерге толы болды. Хауарилар осы нығметті тойғанша жеп шүкіршілік білдірді. Кейіннен осы күнді хауарилар мереке күні деп жариялады. Иса алейхиссалам Израиль халқын 3 жыл бойы ақиқатқа шақырғанда, бар болғаны ат төбелінде ғана адам иман келтірді. Ал қалған қара ниеттілер, әсіресе көсемдер мен байлар, дін өкілдері бәрі ауыз жаласып, ақылдасып, оны өлтірудің жолын қарастыра бастады. Осы мақсатта яһудилер Иса алейхиссаламды тұс-тұстан іздестіре бастағанда, оларға хабар айтып, өзінің 200-лігін әшкерелеген адам 12 хауаридың бірі болатын. Ол тауып бергеніме пәлен ақша бересіңдер деп, ақшасын алған соң, олардың пайғамбар отырған үйге бастап келді. Есікті ашып, іздеген Исаларың осында деп табалдырықтан аттап, бірінші болып ішке енеді. Бұл кезде Иса алейхиссалам олардың келетінін алдын ала білген еді. Сол себепті дұға оқыды. Алла тағала оның бұл соңғы дұғасын қабыл етіп: «Ей Иса, сені өз тарапыма көтеріп алмақпын. Қарсыластарыңнан құтқарам. Саған ілескендердің мерейін қияметке дейін олардан үстем қылмақпын. Соңында қайтар жерлерің мен жақ. Сонда таласқан нәрселеріңе үкім беремін» дейді. Әлгі мұнафық ішке кірген кезде Жәбірейіл періште пайғамбарды өзімен бірге көкке көтеріп алып кетеді де, Алла тағаланың құдіретімен әлгі мұнафықтың бейнесі Иса алейхиссаламның бейнесінен аумай қалған болатын. Еріп келгендер мұнафықтың даусы шыққан бөлмеге кіргенде, Иса міне отыр деп тұрған Иса пайғамбар бейнесіндегі біреуді көреді. Олар оны бірден тарпа бас салады. «Өзіңді өзің басқа жақтан іздеп, бізді тағы ақмақ қылғың келген екен» деп кіжінеді. Оның жан даусы шыға: «Мен сіздерді бастап келген адаммын ғой» дегеніне қарамайды. Кейбір деректерде бұл мұнафықтың аты Тайтанос болғандығы айтылады. Олар Тайтаносты айқыш ағашқа керіп байлап өлтіргелі жатқанда, ол соңғы сөзін айтып: «Маған сенбесеңдер қалтамды қараңдар, берген ақшаларыңды көресіңдер» деп жалынады. Қандары қарайған топ
оның сөзін елемейді де. Алайда әбден қинап өлтіргеннен кейін қалтасын қарағанда расында да өздерінің ұстасқан ақшаларын көріп қатты таңғалады. Сол кезде ғана істің мән-жайын басқаша болғанын аңғарады. Дереу Тайтаносты іздей бастайды. Ең алдымен үйге сол бастап кірді. Біз үйді тінтіп шыққанда Исадан өзге ешкімді көрмедік. Егер ол анық Иса болғанда бізге оны ұстап берген Тайтанос қайда кетті? Ал бұл Тайтанос болса, онда Иса қайда кетті? Ақша дар ағашына шегелеп өлтірген адамның қалтасынан шыққанына қарағанда ол Иса болмағаны ма? Сонда ол көкке ұшып кетті ме деп бастары қатады. Құранда ол туралы тағы да Алланың елшісі Мәриям ұлы Иса Мәсихті өлтірдік дегендіктері, негізінде олар оны өлтірген де жоқ, асқан да жоқ. Бірақ көздеріне ұқсасты көрсетілді. Расында, оның пайғамбарлығы туралы сөз таластырғандар, өлтіру туралы да сөз таластыруда. Бірақ олар күмәннің ғана жетегінде. Олар оны анық өлтірмеді. Алла оны өз тарапына көтерді. Аллах өте үстем, хикмет иесі деп Хазіреті Исаның өлтірілмей көкке көтерілгендігі жайлы ақиқат баяндалған. Иса пайғамбардың дүниеге әкесіз келуі қандай таңғаларлық мұғжиза болса, оның көкке тірідей көтеріліп кетуі де дәл сондай мұғжиза. Көкке көтерілген пайғамбар күндердің күнінде жер бетінде дәджал келіп адамзатқа бұрын соңды болмаған зұлымдық жасаған шақта Хақ тағаланың әмірімен жерге түсіп дәджалмен соғысып жеңеді. Бұған қоса бұзылған христиандарды да түзейді. Шоқынған крестерін сындырып, доңыз етін жеуге тыйым салып, оларды иманға келтіреді. Бұл туралы 50-ден астам сахих хадис бар. Әйтсе де Хазіреті Исаның жер бетіне қашан және қалай түсетіні туралы нақты деректер жоқ. Анық ақиқаты жаратушыға ғана аян. Иса пайғамбар 30 жасында пайғамбар болып, 33 жасында көкке көтерілді. Осы 3 жыл ішінде ол өз міндетін кемшіліксіз атқарып кетті. Өзінен кейін соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам келетінін де зор қуанышпен сүйіншіледі. Хазіреті Исаның ақырғы пайғамбар туралы хабар беруінде Иоанн Інжіліндегі бір аятта Мәсих Иса, менмін. Мен сендерге тәуелді әкелетін Фарахлитті жіберу үшін сендердің раптарыңа кетемін деп баяндалған. Фарахлит Хақтың рухы. Оның мағынасы ақиқат пен жалғанды бір-бірінен толық ажыратушы дегенге келеді. Алла елшісі ақиқаттың рухы. Өйткені өлі жүректер оның әкелген шындық шырынымен ғана тіріліп, бүршік жарады. Ол адамдардың тура жолға түсу үшін аянбай күресті. Хақ пен жалған ұғымдарды бір-бірінен тек осындай бір күрес пен күш-жігердің арқасында ажыратады. Хазіреті Масих хабар берген Фарахлит келіп жетті. Ол Алланың ақырғы елшісі, екі әлемнің сардары, Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам еді. Егер мені жақсы көрсеңдер, әмірлеріме басыңдер, мен Раббыма жалбарынамын. Ол сендерге үнемі өздеріңмен бірге болу үшін менен басқа бір жұбатушы, ақиқат рухын береді делінеді. Інжілдің негізгі түпнұсқасы көне еврей тілінде, кейін грек тіліне аударылды. Біздің қазіргі қолымыздағы арабша аудармалар грек тілінен тәржімаланған. Фарахлит грек тіліндегі ақиқатты айқындаушы, өзінің арабша баламасы, яғни араб тіліне аударылып, осы тілдегі енген сөз. Мәсих Иса былай дейді: мен енді сендермен сөйлеспеймін, өйткені бұл әлемнің басшысы келе жатыр. Онда бар нәрсе менде жоқ делінген. Ендеше бұл жердегі айтып отырған Фарахлит ақырғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам еді. Хазіреті Исаның пайғамбар болып келуінің бір сыры адамзатқа жіберілген ақырғы пайғамбарды сүйіншілеу болатын. Саф сүресіндегі мына аятта осыны қуаттайды. Сол уақытта Мәриям ұлы Иса: «Уа Исраил ұрпақтары, шын мәнінде мен Алланың елшісімін, алдымдағы Тәуратты растаушы және менен кейін келетін Ахмад атты пайғамбарды айтып сүйіншілеймін» деген еді. Осымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Видеоны ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.